өзің бір-екі ауыз айт. Ақсақал, мынау мысалы осы бидайды постоянно өзіңіз алып келесіз бе? Өз қаражатыңызға аласыз ба? Аллаға шүкір. Не үшін соны істеп жатсыз? Мұнда бір мәселе. Hazrat Yahya Masum деген пайғамбар өткен. Zakariya Aleyhisselamның баласы. 3 жасында балдар келген есігіне. Yahya кел ойнайық деген. Айтқан муақулықна лилабын деген. Мен ойын үшін жаратылған жоқпын деген. Сонда Алладан басқа зат керек емес маған дегені. Сонан балдар кеткен. Bir gün Allah'can әуіз қылады Yahya Masum азамат болғанда. Айтады, қай пайғамбар, қай әулие, қай шахид, яғни басын көтеріп айтады, мен өзімнің құлшылығыма сүйенемін деп Құдайжан сүйдейді. Әуіз қылады. Ешкім, еш пайғамбар, еш шахид, еш бір әулие басын көтермейді. Bu yaklaşarsa balam, bunu yaklaşarsın. Sonra deseniz, basın götürün, iki avuz kıladı Allah'can. İkinci avuzunda da hiçbir bas götürmeydi. Üçüncü avuzda Yahya Masum aytadı, Masum deyip Arapçada günahsız degen söz. Sonunda o kısa aytadı, Zakariya Aleyhisselam balası, men kulçuluğuma Allah'can suyunem deydi. Sol кезде qara qumurska жоқ ba? Sol жүгіріп келіп бақайынан ұстайды. Yahya, sen desең түнде tahajjud оқимын деп тұрып, мені басып өлтірдің, мен құнымды бер дейді. Аузы ашылып қалады. Сол кезде үйде жүретін қара шыбын бар ғой. Сол шыбын жүгіріп келеді, Аллахжан дейді. Осы Яхияны кешші дейді. Мен дейді бір күн сенен қорқып жылады, бетіне су ағып көз жасы. Содан бір мейірім қанып іштім шөлінен өлейін деп тұрын. Соның шарафатына осыны кешші дейді. Аллахжан айтады, кештім дейді. Сонда бір құмырсқа жағы қара шыбын анандай болса, бір ішкен суына, мынандай кептерлер, бүтін ұшатын құстардың сұлуы, бұған десең мынандай қып дан шашсаң, бұлар ертең қандай шафағат қылар. Сондықтан халқым, елім ойлаңдар. Біз бидай шашамыз, мен прокуратураға айтам, мен полицияға арыз қылам деп адамдар шаштырмайды бізге. Мәсіға сондай да бар ма? Бай көп ондай, екі жерді қойдық біз. Ана орталық мешіттің алдындағы айдық не бар осы? Саябақ, айдық. Соған 6-7 қап шашатын ек барып. Сосын полиция келіп сізге не? Полиция емес, соны бастығы келіп маған айтты. Мына балдар білмейді деді. Сіз білесіз, шашпаңыз бұйраға деді. 2 жыл болды шашпай кетті. 2 жыл болды. Енді бір... Бұның аты жөні кім білмейсіз ба? Кім соны айтқан? Білмейді. Айтыр мешеттің қызметтері? Жоқ, жағы бақтың бастығы. Соның бастығы. 2 жыл болды біз шашуды қойдық. Сонда қазір 3-4 жерге ғана шашамыз, басқа жерлерді қойдық. Қоймайтын болды. Осы алдың күні ана бір орыс қатын, ана мынаяқта ана жердің атыне, жолдың бойында бір жер шашатына келіп, біздің кептерлер келіп үйімізге тұшады, пәлен қылады. Мен полицияға, прокуратураға жазам деп, сосын онда қойдық. Ой, құдайым ай. Неше жерден қойдық, 3-4 жерден қойдық. Осындай қашан бастадыңыз, ақсақал? Бұл неше жылдан бері сол. Бұрын осында болған жоқ қой? Жоқ, берада емес, анаяқта ойбай, тойдым алып шалам. Көп бұдан. Ол түрмеде мен 10 жыл түрмеге отырғылды Назарбаев. Назарбаев туыс емессің ба? Жоқ, қайдағы. Шапраш деп. Мен айттым өзі кіші жүзбін деп. Ойбай, туыс. Шөмекеймін деп. Шөмекейдің айтсы. Айттым өткенде. Ұмытып қалды, Шөмекейдің айтсы. Әлім Шөмекеймін. Өзім туысым екен. Білдіңіз ба? Мен түрмеде тамақ жемейтінмін. Тамақты үйден балдар алып келетін. Түрмені берген нанын бәрін осы кептерлерге тереземнен шашып тұратынмын. Сонда ойлайтынмын, әгер бір қолымнан келсе, теңіздің үстінен бір жаңа не қылсам, үлкен кеме істесем, үстіне балапандайтын жұмсақ жер қойсам, үстіне десең тарымен бидай шашам дейтінем. Сол айтқанымды Құдай келуіне берді, менеке осыны шашып жүрмін. 4 жылдай болды түрмеден келген, содан бері шашам. Әуел соғаны саябаққа суяққа шашатын ек. Оны қойды. Одан бір жаттан жаңа бір бақ бар ек. Оны ұмытып қалдым сол бақта. Оны да қойдық. Ана қоймағасы. Қазір ешкім сізді құдаламайды ма? Қысым істемейді ма қазір? Осы 4 күн болды, бір жерді қойдық. Шашпайтын болды. Әу күні бір айдың мұғдарында бір жерді қойдыған үлкен жолдың бойында. Оған да шашпайтын болды. Енді бір жер, аны жерде 2 жер, 2 жер анаяқта 4-ақ жер қалды. Ешкім үндемейді. Мен таң қаламын, 10 жыл отырдыңыз түрмеде. Бұны қалай шыдадыңыз, а? Өзіңіз жасыңыз үлкен. Жасым 18-де.
18'den 19'ga qaray. Ой ağa bilip Allah Taala sizge kuch quvvat berdi qo'y. Men Mahdiyal İslam'ni qo'tiriytimman men. Ana neni ko'rmeding mi ana neni? İnternet'te ko'rdimmi ya? Rossiyaga borganingizda ko'rdim men sonlarni. Men Mahdiyal İslam qo'tiriytim deb muftiylarga, dunyo muftiyina. Makka sharif, Madina sharif muftiy quchoqlab turib. Barini aytdim men Mahdiyal İslamni qo'tiriytimman. Mahdiyal İslam ana Sibirda o'tirib qo'ndi bitdim. Yurakning suratini ko'rsatdim. Bilding mi jon? Ha bo'ldi biz жұмыстарымыз. Жақсы, Allah Taala. Allah razı olsun. Rahmet, rahmet jigitler. Allah razı olsun.